Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ жай бөлшектің негізгі қасиеті. Яғни жай бөлшектің негізгі екі қасиеті бар. Мәселен, алдымыздағы бөліктерге бөлінген, неше бөлікке бөлінген, осының барлығын жай бөлшек түрінде жазалық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген, демек ол бөліміне жазылады. Жалпы бөлініп отыр. Оның нешеуі боялып тұр? Біреуі боялып тұр. Демек, бізге 6-дан 1 бөлігі. Мұндағы 1 алымы 6 бізде бөлімі. Яғни 1 саны бөлінгіш болса, 6 саны бізде бөлгіш. 1-ді 6-ға бөлу немесе 6-дан 1 деп оқимыз. Келесі 2 бөлігі боялып отыр. Осы 6-ға бөлініп, бөліміне жазылып отыр. Ал дейді, екеуін алып отыр. Яғни екеуі боялып отырғандықтан алымына жазамыз. Мұндағы 2 алымы 6 бөлімі. Сұраққа жауап берді. 6 бөліміндегі сан бізге қанша бөлікке бөлді деген сұраққа жауап берсе, алымындағы сан қанша бөлігін ол алды немесе бояды, яғни қанша бөлігін ол қолданды деген сұраққа жауап береді. Сонымен бір шаманы әртүрлі әдіспен жазуға болатынына көз жеткізейік. Мәселен, 6-дан 3 жай бөлшегін шамасы тең болатындай басқа сандармен жазалық. Ол үшін біз алымында бөлімінде екеуін бірдей санға көбейте аламыз. Кез келген бірдей санға көбейте аламыз, бірақ алымында бөлімінде көбейту керек. Кез келген қалдықсыз бөлінетін санға, екеуіне де қалдықсыз бөлінетін санға және бөле аламыз. Яғни көбейте аламыз және бөле аламыз, бірақ ол сандар бірдей болады. Мәселен, 6-дан 3 ең үлкен ортақ бөлгішін тауып тапсаңыздар болады, немесе 6 мен 3-тің 6 және 3 сандары екеуі де бірдей қандай санға бөлінеді, еске түсіреміз. Екеуі де 3-ке бөлінеді дейміз. Алымын да 2-ден 1 деп жазсаңыз болады. Бұл жай бөлшектің шамасы өзгермейді. 6-дан 3 жай бөлшегі 2-ден 1 жай бөлшегіне тең болады. Яғни 3-ке қысқартып отыр. Келесі 6-дан 2 бөлшегі 3-ден 1-ге тең. Қалай? Себебі 6 мен 2 екеуі де 2-ге бөлінеді. Бөлімі 6-ны 2-ге бөлсек 3, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Демек, мен бұл жерде қысқарту әдісін пайдаландым, яғни бөлу амалын. Келесі 12-ден 8 жай бөлшегін мен тең шамалас деп 24-тен 16 деп жаздым. Кез келген санға көбейте аласыз. Мәселен, 2 еселенген. Алымында бөлімінде 2-ге көбейттім. Тек алымын көбейтіп жазуға, немесе тек бөлімін көбейтіп жазуға болмайды. Көбейтсеңіз де, бөлсеңіз де бірдей санға алымында бөлімінде көбейтесіз не бөлесіз. Келесі 4-тен 3, 32-ден 24. Табайықшы, нешеге көбейтіп отыр? Яғни 4-ті нешеге көбейткенде 32, 3-ті нешеге көбейткенде 24. Демек, 3-ті 8-ге көбейттім, 24, 8-ді бөліміне де көбейтемін, сонда 32 болады. Бөлшектің алым мен бөлімін 0-ден өзге бірдей санға көбейтіп бөлгенде оның шамасы өзгермейді. Бұл бөлшектің негізгі қасиеті. Мәселен, формула түрінде жазсақ, b-дан a-ны көбейту n, қандайда бір санға көбейтсеңіз, яғни b көбейту n, жай бөлшек b мен n-нің көбейтіндісінен a мен n-нің көбейтіндісі болса, бұл жерде b-дан a-ға тең деп те жазсақ болады, себебі бірдей санға көбейтіп отыр. Дәл осыны бөлінді түрінде жазуымызға да болады. Қысқартсақ та көбейтсек, яғни еселесек те біздің шамасы, яғни берілген бөлшектің шамасы өзгермейді. Бөлшектің қасиетін қолданып, бөлшектің теңдігін түсіндір дейді. Бірінші бөлшекті қараймыз. 9-дан 3 тең 3-тен 1-ге. Не істеп тұр бұл жерде? Азайып тұр, яғни бөліп отыр. 9 нешеге бөлгенде 3 болады? Әрине 3-ке. Демек, алымында бөлімінде 3-ке бөлейік. Дұрыс па, қате ме тексерейік. 3-ті 3-ке бөлемін 1, 9-ды 3-ке бөлемін 3. Дұрыс, 3-тен 1. Келесі 6-дан 4, 3-тен 2-ге тең дейді. 2-ге қысқартып отыр, 2-ге бөліп отыр. 6-ны 2-ге бөлсек 3, 4-ті 2-ге бөлсек 2. Дәл сол сияқты қалған
есептерді орындап, комментарийға жауабын қалдырыңыз. Ескере кететін жайт, егер бірдей болатын болса, осы 6-ға, мысалы 6-тан 6 болатын болса, екеуін де 6-ға бөліп тастасақ болады. Яғни 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 6-ға бөлсек 1. Бірдей сан болса, сол санның өзіне бөлеміз. Келесі, 4-тен 3 бөлшегін бөлімі 12-ге тең болатын бөлшек түрінде жаз дейді. Бөлімі 12 дейді. Яғни 4 12. 4-тен 12 үлкен. Демек, еселеп отыр. Неше есеге еселеп отыр? Табайық. 4-ті нешеге көбейткенде 12. Әрине ол 3-ке. Демек, алымында бөлімінде 3-ке көбейттік. Сонда жауап 12-ден 9 болады. Енді сұрақ 4-тен 3 жай бөлшегін бөлімі 16-ға тең. Яғни бөлімі 16-ға тең болатын бөлшек түрінде жаз дейді. Бөлімі бізде мұнда 4. Нешеге көбейткенде 16 болады? 4-ке. Онда осы 4-ті алымнан да бөлімнен де көбейтесіз, сонда жауап 16-да 12 болады.